Баршаңызға сәлем достар. Бүгін термомикстің көмегімен жасалатын Whoopie Pie тортын дайындаймыз. Ол үшін менің видеомды толығымен көріп, лайк басып, комментария жазып қалдырыңыздар. Ең әуелі чашамызға шоколадымызды салып, 10 секунд скорость 7-ге қойып уатып аламыз. Үстіне сармайымызды салып, 5 минут 50 градус скорость 2-де ертіп аламыз. Одан кейін қантымыз бен жұмыртқамызды саламыз. Қақпағын жауып, 3 минут скорость 3-ге қойып дайындап аламыз. 3 минутымыз өткенше пергамент қағазын видеодағыдай дайындап аламыз, немесе қарандашпен дөңгелек белгі салып алуларыңызға болады. Мен 4 қағаз дайындадым. Одан кейін үстіне какаомызды салып, 2 қасық қамыр қопсытқышымызды саламыз. Керек мөлшерлерін описаниеге толық жазып қалдырамын. Үстіне ұнын салып, 30 секунд скорость 4-ге қоямыз. Қамырымыз дайын болғасын, 4 бөлікке протеинімізге үлкен 4 ас қасықтан салып дайындап аламыз. Мен 4 бөлікке бөлдім. Корждарын видеодағыдай жайып дайындап аламыз. 180 градус протеинімізді 180 градус пешімізде 10 минут корждарымызды пісіріп аламыз. Одан кейін кремін дайындаймыз. Үстіне бабочкамызды орнатамыз. Кілегейімізді құямыз 33% және сахарный пудрамызды сеуіп 1 минут скорость 3,5-ға қоямыз. Кілегейіміз дайын болғасын, бабочкамызды алып тастаймыз. Кілегейімізді бөлек ыдысқа құйып аламыз. Одан кейін үстіне творожный сырымызды дайындаймыз. 25 секунд скорость 4-ге қоямыз. Творожный сырымыз дайын болды. Енді тортымызға жағып шығамыз. Тортымыздың арасына да кремдерімізді түгелімен жағып шығамыз. Ары қарай шоколадный ганашымызды дайындаймыз. Ол үшін шоколадымызды саламыз. Қақпағын жауып, 10 секунд скорость 7-ге қоямыз. Үстіне сармайымызды саламыз. Бес минут 50 градус скорость 2-ге қойып ертіп аламыз. Үстіне шоколадымызды жағамыз. Толығымен бетіне жағып шығамыз. Біздің тортымыз дайын болды. Бетіне қалауыңызша жеміс-жидектермен, шоколадтармен сәндеуіңізге болады. Ас болсын, дайындап көріңіздер, өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Ас болсын.